Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі сабағы 3-ші сынып 90-ші сабақ. Бүгінгі сабақ көрден алдын каналыма тіркеліп қоңырауша түймесін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы болымды және болымсыз етістіктер. Бүгінгі алғашқы жаттығуымыз 28-ші жаттығу. Етістіктерді салыстырып оқы, олардың мағынасында қандай өзгешелік бар екенін аңғар дейді. Мысалы, етістіктер берген ол түбір сөзге жұрнақ жалғау арқылы қосымшалы етістіктерді деп атаймыз бұларды. Көшіріп жазамыз және түбір мен қосымшаны ажыратамыз дейді. Енді бұл жерде қараңыздар, 100 деген сөзде 100 бе деп тұр. 100 бұл түбір сөз, бе деген жұрнақ болады. Қосымшалы болады. 100 бе мысалы суға кері 100 бе дейді. Жазба деген сөзде түбір сөз жаз, ба деген бұл жұрнақ болады. Қосымшалы болады. Бұл қосымшалы етістік. Жазба дейді. Мысалы, неге дуалға жазба деген сияқты. Күлме деген сөзде күл деген түбір сөз, ме деген қосымшалы болады. Күлме. Барма деген сөзде бар деген түбір сөз, ма деген қосымшалы болады. Төкпе деген сөзде төк деген түбір сөз, пе деген қосымшалы болады. Тақпа деген сөзде тақ деген түбір сөз және па деген қосымшалы болады. Бұлардың барлығы қосымшалы етістіктер деп атаймыз. Бұл етістіктерді мысалы тиым салу арқылы, мысалы бірдеңкені жазба, күлме, барма, мысалы төкпе, сүтті төкпе, ақты төкпе деген сияқты бұйрық ретінде айтамыз. Етістіктер деп аталады. Енді 29-ші жаттығу. Мақалды жатқа көркем жаз. Атаңның баласы болма, адамның баласы бол. Бұл мақалда атаңның және баласы болма, адамның баласы бол деген мақалдың мағынасын түсіндіреміз. Қарамен жазылған етістіктерді салыстырып, олардың мағынасында қандай өзгешелік бар екенін айт дейді. Енді бол деген сөз бұл да етістік, болма деген сөзде бұл да етістік. Енді бұл жерде түбір сөздің өзгеріске ұшырап отыр. Бол деген ма деген қосымшалы етістік болып табылады. Бұл болымсыз етістік болып саналады, ал бол деген сөз болымды етістік болып саналады. Атаңның баласы болма деген сөз адамның баласы болды. Енді атадан туады ғой барлық бала, бірақ адамгершілік қасиетті бол, адамилығыңды ұмытпа деген мағынада адамның баласы бол деген жазылған бұл мақалда. Енді келесі жаттығуымыз ескертпе бар екен. Етістікті болымды және болымсыз болып бөлінеді. Мысалы, болымды етістік дегеніміз бұл түбір сөзден тұрады. Күл, жаз, оқы деген сияқты. Ал болымсыз етістік, болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтарын жалғану арқылы жасалады. Оларға мысалы ерінбе, бозба, жұлма деген сөздер мысал болады. Түбір сөзге болымсыз етістікке, болымды етістікке болымсыз етістік жұрнақ жалғанып отырады екен. Келесі 30-ші жаттығу. Тыйым сөздердің қатесін түзеп көшіріп жаз. Босағада тұрма. Нүкте. Көк шөпті жұлма. Нүкте. Малды теппе. Нүкте. Ақты төкпе. Бұл жерде мысалы мына жерде нүкте және үлкен әріппен басталу керек. Солардың барлығы жоқ. Мен осыларды реттеп, дұрыс қатесін түзеп, дұрысын жазып қойдым балалар. Тиым сөздерді көшіріп аламыз. Келесі 31-ші жаттығу. Ребустың шешуіндегі сөз болымсыз етістік бола ала ма дейді. Ойыңды дәлелде дейді. Бақа деген сөзде соңғы қ мен аны алып тастаймыз. Қ мен аны алып тастасақ ба деген сөз қалады. Ал келесі 5 деген сөзде екі әріп алып тастаймыз дейді. Б және е әріптерін алып таста дейді. Сол кезде с әрпі қалады. Ал парта деген сөзде 3 әріпті алып тастаймыз. Р, Т, А болады.
алып тастаймыз соңғы ырата әрпін. Және бірін алғашқы п а деген әріп қалады. Сонда баспа деген сөз шығады екен. Бұл болымсыз етістік болып саналады. Өйткені түбір сөзге па деген қосымшалы құралған түр қосымшалы етістікті біз болымсыз етістік деп саналайды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.